Бет жүзіңіздің ажары мен сұлулығы киген киіміңізден де маңызды. Адамның еңбек қасиеті таза ары. Адамның бақытын ұрлайтын үш қақпан: өткенге өкіну, болашаққа алаңдау және шүкіршілік етпеу. Өзіңнің ең үлкен дұшпаныңды білгің келсе, айнаға қара. Негізгі адамның бәрі табиғатынан мықты. Бізді әлсіз ететін ол өзіміздің ойымыз ғана. Қатты қиналып жылағанның үстіне жұдырық жесеңіз, ештеңеге әліңіз қалмаса да, дәл осы жерден берілмеңіз. Себебі бұл жарқын болашағыңызға апаратын жолдың соңғы қиындығы болуы мүмкін. Өмірге жақсы көңіл күймен қарайтын адамдар ақмақтардың немесе аңқаулардың қатарынан жатқызуға болмайды. Бумеранг қағидасы: өзгеге жақсылық жасасаң, шарапаты өзіңізге келіп тиеді. Біреуге қылған қиянатыңыз да қайта айналып өзіңізге келіп табады. Өмірде еш нәрсе қайтарымсыз қалмайды. Әлемді өзгерту ең тамаша үлгісі бәрін өзінен бастау. Біреудің көңілін ойлаған адам өзінің өмірінде ойлаған адам. Бар нәрсені бетке айтатын адамдар ешкімді сыртынан сөз етпейді. Тіліңді байлығыңды қорғағандай қорға. Сонда өзіңе қатысы жоқ нәрселерді сөз етіп жүрегіңді былғаламайсың. Біреудің мінін көргенше, жамандығын тергенше, өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен алыс өлгенше. Адамдардың арасын бұзатын ауыр сөздер, аманатқа қиянат жасау, опасыздық және түсінбеушілік. Көпшілік адамдар біреуге ақыл айтқанда өзіне қолайлы пікірді талқылайды. Сондықтан ақылды да өз адамыңнан сұраңыз. Сізге ақыл айтатын адам өмір көрген және ең бастысы сізге жанашыр жан болуы қажет. Тексізден тексіз артық, арсыздан айуан артық. Арсыз өзі сұрамай жатып, бәрі маған міндетті деп ойлайды. Бермегенді беріп ұялт. Жамандар үшін арсыздық олардың екінші бақыты. Ұялмайтын бетке талмайтын жақ береді. Ешкімге басыңа шығаруға мүмкіндік берме. Себебі бір адам басыңа шықса, оның соңынан тағы жүздеген кезек тұрады. Егер еркек ер болса, әйел әйел болады. Бәрін дұрыс жасауға қанша тырыссаң да, сені қате түсінетін адамдардың табылары хақ. Әркімге жауап қайтарып, өзіңді құр шаршатпа. Діни ғалымдардың бірі өзін сөккен кісіге былай деген екен: егер айтқаның рас болса, Алла мені кешірсін. Ал сен өтірікші болсаң, Алла сені кешірсін. Көп сөйлейтін адам даналыққа жеткен адам. Арсыздық дегеніміз өз күнәсін аңғармай өзгені қатесін санасу. Егер де сіздің досыңыз аз болса, демек өмірден үлкен өмірлік сабақ алған жан екенсіз. Өзіңнен кейін өшпес із қалдыру үшін міндетті түрде лас жолмен жүрудің қажеті жоқ. Алтын ұяң отан қымбат, құт берекең адан қымбат, айналайын анаң қымбат, мейірімді апаң қымбат. Егер біреуді мақтағыңыз келсе, оны дереу іске асырыңыз. Мақтаңыз, қолпаштаңыз. Ал егер сіркеңіз су көтермей, біреумен ұрысқыңыз келіп тұрса, асықпаңыз. Бұл істі ертеңге қалдырыңыз. Мүмкін ойланарсыз. Бұл ісіңіздің қателік екенін түсінерсіз. Өткенге қайта оралмаңыз. Сағынсаңыз да шыдаңыз. Бәрібір ол жақта оралып, ештеңені де өзгерте алмайсыз. Жай ғана қиындықтың үстіне қайғы қосып аласыз. Сіздің армандарыңызға күмәнмен қарап,
оларды ешқашан орындалмайды деген адамның миында шектеу көп болуы мүмкін. Сондықтан оны тыңдамай жай ғана әрекет етіңіз. Бойыңыздағы жаман ойларды, жаман әдеттердің бәрін өзіңізден босатыңыз. Сонда жақсылық өзі-ақ сізге үйір болады. Егер өміріңізде жаңбыр тамшылары көбейсе, жаңбырдың өзіне емес, сол тамшылар арқылы бүршік атқан гүлдерге мән беріңіз. Адамдардан көңіл қалып, қапаланбаймын десеңіз, иллюзиядан арылыңыз. Олардың әрқайсысы өз болмысымен қабылдап үйреніңіз. Бүгін істей алмайтын ісіңізді ертеңге қалдырмаңыз. Мынадай адамдардан аулақ жүр. Арсыздықты батылдық деп ойлайтындардан, жұмсақтықты қорқақтықпен шатастыратындардан, көп сөйлегенді дана дейтіндерден, үнсіздікті надандық дейтіндерден. Өзіңде байқамап па едің? Арыстан да үнсіз жүрсе де, ол аңдардың патшасы. Ал иттер қанша көп үргенмен, иттің аты бәрібір ит екен. Дұшпаныңнан жасырғаныңды досыңа айтпа, өйткені өмірде мәңгілік ештеңе жоқ. Өзін шынайы бақытты сезініп, өзін тапқан адам өзгенің пікіріне деген тәуелділіктен арылады. Дүниеде көпшілік адамның қорқатын 3 нәрсесі бар. Біреуге сенім арту, шындықты айту және өзімен өзі болу. Егер де сіз адамдарға ұнасаңыз, демек сіз расымен де жақсы адамсыз. Ал егер адамдар сізді жек көрсе, демек сіз бәрінен де мықтысыз. Ешқашан бар күшімен тырысып, сол жолда қателік жіберген адамды көрсеңіз, оны сөге көрмеңіз, жауапқа да тартпаңыз. Ешқашан адамдарға өз қиындықтарыңызды айтпаңыз. Себебі олардың 20% сізді уайымдаса, қалған 80% сіздің қиындықтарыңызға қуана қарайды. Өзін сыйлай алатын адам ғана өзгені құрметтей алады. Адамның ең әлсіз тұсы берілуі, ал ең үлкен күші күресуі. Адамның сыртқы келбеті неғұрлым мінсіз көрінсе, оның ішкі дүниесі соғұрлым түтіп жатуы мүмкін. Ертең жоқ, кешіктірмеңіз, қазір жасаңыз. Біртүрлі болудан қорықпаңыз. Сені біреу кері итереді екен деп өзіңнен бас тартпа. Біреуге сатқындық жасарда, күндердің күні келіп, өзіңе де дәл солай қиянат көретініңізге дайын болыңыз. Бүгін сезген ауырлығыңыз ертең күшіңе айналады. Адамдар не ойлайды деген ой сіз үшін ең соңғы орында болсын. Себебі адамдарға бәрібір, ал өмір сіздікі. Көп адамдардың бақытсыздығының негізі себебі олардың не қалайтынын өзі түгел өздері де білмеуінен. Егер де сіздің кеткеніңізді ешкім байқамаса, демек сіз ол жерден кетіп дұрыс істедіңіз. Жақсылықтың қадамы ұзақ, барар жері алыс. Адамдардың адымы қысқа, барар жері жоқ. Өміріңді сен биікке ұмтылдыратын жолдармен толықтыр. Сені төменге түсіргісі келетін адамдар онсыз да табылады. Адамның жолын байлап алға талпындыратын 2 тежегіші бар. Ол қорқыныш және көрсе қызарлық. Егер де бір жеріңіз ауырса, ол жайлы ешкімге жақ ашпаңыз. Үнсіздік сақтаңыз. Әйтпесе, дәл сол жеріңіз сізді қатты қинап, ауруыңыз асқынып кетуі мүмкін.